Сәлем достар, бүгін біз тағы да балмұздақ дайындаймыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Дүкендегі балмұздақтан да дәмді болады. Банан, киви және сгущенка керек. Киви қоспасаңыздар да болады. Бананды осылай турап аламыз. Кивиді де тураймыз. Барлығын осындай жайпақ ыдысқа қойып, морозильникке қатырып аламыз. Енді қатырылған жемістерімізді блендерге салып еземіз. Сгущенканың 3-тен 1 бөлігін құйсақ жетеді. Езілген жемістерді ыдысымызға саламыз. Мен бетіне қарақат қойып әсемдедім. Сіздер қарақат салмай қойсаңыздар да болады. Және тағы да дәмдірек болу үшін шоколадты осылай турап бетіне септім. Міне біздің өте дәмді, пайдалы балмұздағымыз дайын. Жасап көріңіздер. Менің каналымның ары қарай дамуына көмектесіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлнұр Темировна.